Тоқты 2019 жыл тоқты үшін қиындыққа да, сәттілікке де толы жыл болды. Сонымен қатар көптеген мүмкіншіліктер туғызды. Желтоқсан айында да үрдіс жалғасады. Бұл ай жаңа таныстық пен шетелдік компаниялармен ынтымақтастық үшін өте қолайлы. Осы айда лауазымыңыз артып, жаңа ұсыныстар пайда болып, қызмет саласы кеңеюі мүмкін. Тіпті мекен жайыңыз ауысуы да мүмкін. Алайда, желтоқсан айында сізде түт мінезділік және ашуланшақтық пайда болу қаупі бар. Сондықтан сіз барынша сабырлы болуға тырысуыңыз керек. Әсіресе көлік айдаған кезде. Ал айдың соңы романтикалық таныстық пен қаржылық мәселелерді шешу үшін өте қолайлы. Торпақ 2019 жылы қаржылы еңбек мақсаттарыңызға қол жеткізуге ықпал етті. Желтоқсан айында жаңа бастамалар жасауға, маңызды шешімдер қабылдауға, қызықты саяхатқа шығуға қорықпаңыз. Жаңа оқу курстарын өтіп, шет тілдерді үйренуді бастаңыз. Бұл келесі жылы жақсы жаңалықтар әкелуі мүмкін. Жұмыста алыс жақтағы адамдардан қызықты идеялар мен ұсыныстар пайда болуы мүмкін. Оларды қарастыру керек. Осы айда мүлде жаңа мүмкіндіктер, іскерлік ынтымақтастық, пайдалы байланыстар мен перспективалы идеялар уақыты. Бұл уақытты жіберіп алмаңыз. Егіздер, 2019 жыл сіз үшін қарым-қатынас, ынтымақтастық және белсенді қоғамдық өмір мәселелерін көтерді. Желтоқсан ай қаржылық мәселелерді реттеуге, несиелерді өтеуге, сондай-ақ сіздің борышкерлеріңізбен қолайлы жағдай жасауға ықпал етеді. Алайда сізге шығындарыңызды талдап, қаржылық стратегияңызды қайта қарастыру керек. Сізге қызықты идеялар немесе серіктестік ұсыныстар түсуі мүмкін. Бірақ егер ол үшін инвестициялар қажет болса, осы бастамаларды желтоқсан айының соңына көшіріңіз. Жалпы, бұл айда жұмысыңыз белсенділік пен қамқорлыққа толы болады. Спортпен айналысу да қолайлы. Шаян, 2019 жылғы негізгі тақырыптар сіздің жеке өсуіңіз, жұмыс және қарым-қатынастарыңыз болды. Жұлдыздар сізді осы мақсаттарға жету жолында табандылыққа, шыдамдылыққа және тәртіпке шақырды. Желтоқсан айында бизнесте сізге жаңа технологиялар мен әріптестік жобаларға назар аудару керек. Олар сіздің қызметіңізді дамыту үшін тамаша мүмкіндік бере алады. Достар мен таныстардың шеңбері жаңа қызығушылықтарға сәйкес өзгеруі мүмкін. Желтоқсан айында маңызды бастамаларды жоспарлау керек. Өйткені осы ай күтпеген мүмкіндік пен жағымды өзгерістер үшін сәтті болмақ. Арыстан, 2019 жыл сіз үшін шығармашылық салада, балалар мәселелерінде қызықты және серпінді болды. Сондай-ақ өз хоббиіңізді кәсіпке айналдыруға мүмкіндік берді. Сізге желтоқсан айында кәсіби өсуге жақсы мүмкіндік пайда болады. Мүмкін стресс, күтпеген өзгерістер мен форс-мажорлар болуы ықтимал. Сондай-ақ осы айда үй шаруасы көбеюі мүмкін. Өз денсаулығыңызға, тамақтану әдетіңізге және күн тәртібіңізге, сондай-ақ жұмыс жүктемесіне мұқият болыңыз. Сауықтыру және спорт үшін жақсы кезең. Бикеш, 2019 жыл жұмыс, отбасы, жылжымайтын мүлік және көшу тақырыбын жандандырды. Бизнесте алдау мен жалған үміттің үлкен тәуекелі болуы мүмкін. Бұл желтоқсан жаңа бастамалар, танысу және маңызды өзгерістер үшін жылдың ең үздік кезеңдерінің бірі. Перспективалы ұсыныстар түсуі мүмкін. Бұл ай автокөлік сатып алуға, шетелге сапарға шығуға, жаңа жобалар мен батыл бастамаларды іске асыруға қолайлы. Ой өрісін кеңейтуге және оқуға деген құштарлық болашақта өз жемісін әкеледі. Таразы, 2019 жылы отбасылық және тұрғын үй мәселелері күрделі болып көрінуі мүмкін. Желтоқсан айында сіз бар күшіңізді спортқа, үй жөндеу жұмыстарына, жылжымайтын мүлік мәселелеріне бағыттауыңызға болады. Өз денсаулығыңызға мұқият болып, осы кезеңде салқындап қалудан сақ болу керек. Жалпы алғанда, желтоқсан сіз үшін тұрғын үй жағдайын жақсарту, көшу және жылжымайтын мүлік сатып алу үшін қолайлы. Сушаян,
сушаяндар үшін 2019 жыл материалдық және қаржылық мәселелерді, сондай-ақ адамдармен қарым-қатынасты жақсартуға өте қолайлы жыл болды. Сіз өз жеке өміріңіз беріктігін және қорғауын үйрендіңіз. Желтоқсан айында сіз өмірлік энергияның көбеюін сезуіңіз керек. Сіз бастаманы өз қолыңызға алып әрекет етуді қалайсыз, бірақ абай болыңыз. Жарақаттану мен жанжалдар пайда болу ықтималдығы жоғары. Туыстармен қарым-қатынас жылы болады. Болашақта істерге көмектесетін пайдалы таныстар пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ зияткерлік жұмыс үшін жақсы кезең. Мерген. 2019 жыл мергендер үшін жұмыс бабында жаңа таныстық, оқу немесе саяхат үшін көптеген мүмкіндіктер әкелді. Ал желтоқсан жаңа жобалар үшін қолайлы болады. Қаржылық жағдайыңыз нығайып, табысыңыз арта түспек. Алайда сіз өз жалқаулығыңызды жеңуіңіз керек. Өйткені желтоқсан айында энергия қоры құлдырайды. Дегенмен бұл ірі сауда-саттық жасау үшін қолайлы ай. Тауешкі. Осы жыл сіздің жеке және кәсіптік өміріңізді қолға алатын жыл болды. Сіз табанды, төзімді және күшті болып, кедергілерді жеңе білдіңіз. Желтоқсан айында қандай да бір қоғамдық жұмыс, достармен жиі көрісіп тұру өте пайдалы болады. Сондай-ақ, имиджіңізді өзгерткіңіз келсе, қорықпаңыз. Жалпы, желтоқсан сіз үшін жаңа жобалар мен бастамаларға сәтті болады. Суқұйғыш. 2019 жыл суқұйғыштар үшін қызықты таныстыққа, мансаптағы өзгерістерге толы болды. Бұл жыл сізге ішкі қорқыныш пен жағымсыз ойлардан арылуға мүмкіндік берді. Ал желтоқсан зиянды әдеттерден арылуға қолайлы болады. Бұл айда сіз жиі жалғыз қалғанды қалауыңыз мүмкін. Себебі желтоқсан сіз үшін қарым-қатынастарды анықтауға, қоғамдағы белсенділік үшін ең жақсы уақыт емес. Өз күшіңізді, өз-өзіңізді тануға бағыттаңыз. Балықтар. 2019 жыл балықтар үшін жаңа бизнес ашуға, саяхат жасауға, шет тілдерді дамытуға, жаңа зерттеулер жүргізуге қолайлы жыл болды. Ал желтоқсан айы бірлескен жобаларды, жаңа ұсыныстарды бастау үшін, әлеуметтік мәселелердегі бастамалар үшін қолайлы болмақ. Әртүрлі іс-шараларға жиі барып тұрыңыз. Өйткені онда сіз қызықты және пайдалы адамдармен танысасыз. Шетелге саяхат жасауда сақ болыңыз.